Саламатсыздар ма, YouTube көрермендерім? Банк жабу сезоны басталды. Китайский огурцы өз бақшамда өскен, теріп алып, жақсылап жудық, екі шетін алып тастап, салқын суға 2 сағатқа батырып қойдық. Пока огурцеміз әзір болғанша банкымызды жуып аламыз чайный содамен, іші сыртын. Чайный содамен жуғаннан кейін таза суға шайқап аламыз тағы да. Енді крышкамызды тоже солай чайный содамен жуамыз, шайқаймыз таза суға. Укробымызды де жуып алдық міне. Болгарский перецімізді де жуып алдық. 1 штук горький перец менде. Мынау жапырақ вишняның. Содан кейін лавровый лист. Содан кейін чеснок. Бәрін жақсылап жуып алдық. Помидорымызды жуып атырмыз міне. Енді банкіге бір зонтиктан саламыз. Бір банкіге бір зонтик укроп жарайды. Содан кейін болгарский перецімізді тоже бір банкіге 1 штук перец жарайды. Өзім жыл сайын осылай жабам. Осы рецептіға қарап жасаңыздар. Вишняның жапырағын тоже 4-5 штуктан саламыз каждый банкіге. Лавровый лист тоже солай 4-5 штуктан саламыз. Сосын горький перецті құрттай тек 1 бөлшегін ғана саламыз каждый банкіге. Енді секер 2 қасық саламыз үлкен қасықпен. Доз 2 қасық жарым салам 1 банкіге. Бәріне солай салып шығамыз жақсылап. Аспирин 1 штуктан салдым 1 банкіге. Енді қайнаған суымызды құямыз. Бәріне құйып шыққасын жарты сағаттай тұру керек осы. Қайнаған суымызды құйып, қақпағын жауып, пока қоямыз. Жарты сағатқа деген ауалары бетіне көтеріліп, бетінде құрттай көбігі болса, соны құрттай қасықпен алып тастаңыздар. Жарты сағаттан кейін осы суымызды кері құйып алып, қайта қайнатып, қайта құямыз. Банкын айналдырып қарасаңыздар, газы бетіне көтеріледі. Міне чайникке құйып алдық, қайнатып әкеліп, қайта құямыз. Осы мен рецептіме қарап жасаңыздар. Жыл сайын осылай жабамын. Жақсы, помидор дәмді, огурцы күтірлек болып шығады. Міне қазір суымызды құйғаннан кейін барып, уксусымызды құямыз. 1 кішкентай қасықпен уксус саламыз. Үлкен қасықпен емес, тек қана чайный ложкамен 1 уксус құямыз. Болды, соның өзі жетіп жатыр. Уксус қатты дәмі шығып кетеді үлкен қасықпен салсаңыздар. Тағы да осы екінші қайнатқан суымызды құйдық. Жарты сағаттай тағы тұрады. Газы бетіне дұрыстап көтерілсін. Бетіне шыққан көбігін алып тастаймыз. Сосын барып жайлап қақпағын жауып, закрывалканың көмегімен банкымызды жабамыз. Міне осылай қысқыға тұздалған огурцеді өзіміз осылай жауып алуға болады. Помидор өзімізден, өзімнің бақшамнан. Помидор да, огурцы да. Мен жыл сайын осы китайский огурцеді банкіге жабам. Күшті күтірлек болады, қыздар. Каналдың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осы видеоны достарыңызбен, көрші көлемдеріңізбен, таныстарыңызға бөлісуге болады. Подписаться кнопкасын басып, тіркеліп қойыңыздар.
міне осылай закрывалканың көмегімен бәрін жауып төңкеріп орамалмен жауып бір күн тұрғаннан кейін банкімізді көтеріп алып салқын жерге қоямыз немесе погребке. Келесі кездескенше сау болыңыздар.